Электронный почта. Электронный почта неге керек? Мысалға, сіз бір сайттарға тіркелетін болсаңыз, сондан ЭЦП алатын болсаңыз, жалпы алдағы уақыттарда көрсететін боламын. Электронный почтаны қалай ашамыз? Ол үшін сіз компьютеріңіздегі бір браузерге кіресіз. Браузерге кіру үшін сол браузерге мышканың сол жақ батырмасын басып, оң жақ батырмасын басып, открытке сол жақ батырмасын басамыз. Үлкейтіп аламыз. mail.ru сайтына кіреміз. mail.ru сайтында регистрация новый ящикке мышканың сол жақ батырмасын басамыз. Имяға өз атыңыз таңдайсыз. Мысалға, мен Абай деймін. Фамилияңыз. Туған күніңіз, айыңыз, жылыңыз. Городқа өз қалаңыз жазасыз. Егер сіз бір ауыл ауданда тұратын болсаңыз, өз облысыңызды таңдайсыз. Почтовый ящикке кіргенде, астында бос почтовый ящиктер беріледі. Өзіңізге ұнаған таңдап алыңыз. Парольге сандар жазылады, әріптер жазылады. Әріптер ағылшын тілінде болу керек. Парольді қайталаймыз. Мұнда өз қолданып жүрген телефон номеріңізді жазасыз. Сосын мұнда кеп мышканың сол жақ батырмасын басамыз. Код SMS бойынша сіздің телефонға келеді. Міне кодта келді. Кодты осы поляға тереміз. Готоваға мышканың сол жақ батырмасын басамыз. Оларды уақытша пропустить етеміз. Закончить. Кейін өзіңіз настройт етіп олсаңыз болады. Сіздің почтаңыз дайын.